Табиғаттың осындай таңғажайып құбылыстарын зерттейді. Табиғатта тіршілік ететін жәндіктер мен теңіз жануарлары адамзат үшін әлі де көптеген құпияға толы. Олардың кейбірі ерекше дене құрылысымен, ал кейбірі өзіндік физиологиялық ерекшеліктерімен ғалымдарды таңғалдырып келеді. Бұл мақалада бірнеше қызықты жаратылыстар мен олардың ерекше қасиеттерін зерттейміз. Бірінші, жауын құртының бірнеше жүрегі бар. Жауын құрттары топырақтың құрылымын жақсартып, оны қопсыту арқылы экожүйеге үлкен пайдасын тигізетін маңызды тіршілік иелері. Бірақ олардың дене құрылысы да ерекше. Адамда бір ғана жүрек болса, жауын құртында 5 жұп жүрекке ұқсас құрылым бар. Бұл органдар адам жүрегі секілді толыққанды қан айдау қызметін атқармайды, алайда олар қан айналымды реттеп, бүкіл денеге оттегі тасымалдауға көмектеседі. Бұдан бөлек, жауын құртында өкпе жоқ. Олар денесінің бүкіл бетімен оттегіні сіңіріп, көмірқышқыл газын шығарады. Сондықтан олар ылғалды ортада ғана тіршілік ете алады. Егер жауын құрты құрғап кетсе, тыныс ала алмай өледі. Кальмар да ерекше қан айналым жүйесіне ие. Оның 3 жүрегі бар, біреуі бүкіл денеге қан айдайды, ал қалған екеуі желбезек арқылы оттегіні тасымалдауға көмектеседі. Кальмардың қаны қызыл емес, көк түсті, себебі оның құрамында гемоглобиннің орнына гемоцианин бар. Бұл қосылыс құрамындағы мыс элементі арқылы оттегіні тасымалдайды. Осы қасиет кальмарды жоғары қысымда да, оттегі аз суда да тіршілік етуге бейімдейді. Екінші, құмырсқалар ешқашан ұйықтамайды. Құмырсқалар жер бетіндегі ең ұйымшыл және еңбекқор жәндіктердің бірі. Олардың елеуінде миллиондаған құмырсқа бірлесе жұмыс істейді. Бірақ олардың ерекше қасиеттерінің бірі ешқашан ұйықтамауы. Құмырсқалар ұзақ уақытқа созылатын ұйқыға жатпайды. Оның орнына олар қысқа үзілістермен тынығады. Ғалымдар зерттеулер жүргізіп, құмырсқалардың бір тәулікте бірнеше жүз рет бірнеше секундтық демалыс алатынын анықтаған. Осылайша олар ешқашан толық ұйқыға кетпейді. Бұл қасиет құмырсқалар илеуіндегі жұмыстың ешқашан тоқтамауын қамтамасыз етеді. Колонияның бір бөлігі тынығып жатқанда, екіншісі жұмыс істей береді. Сондықтан құмырсқа илеуінде әрдайым қозғалыс бар. Құмырсқалар тек физикалық тұрғыдан ғана емес, стратегиялық тұрғыдан да ерекше дамыған. Олар химиялық байланыс арқылы бір-бірімен ақпарат алмасады. Яғни, құмырсқалар илеуінен алыстап кетсе де, арнайы иіс қалдыру арқылы жол тауып қайта оралады. Үшінші, теңіз жұлдызының миы аяқтарында орналасқан. Теңіз жұлдызы таңғажайып тіршілік иесі. Оның дене құрылымы басқа теңіз жануарларынан мүлдем өзгеше. Ең қызығы, теңіз жұлдызының орталық миы жоқ. Оның орнына әрбір аяқтың түбінде жүйке түйіндері орналасқан. Бұл жүйке түйіндері бүкіл денені басқарып, аяқтарының қозғалысын үйлестіреді. Теңіз жұлдызының тағы бір ерекше қабілеті регенерация, қалпына келу. Егер оның бір аяғы үзіліп қалса, уақыт өте ол қайтадан өсіп шығады. Кейбір түрлері толықтай қайта қалпына келіп, тіпті бір аяғынан жаңа теңіз жұлдызы пайда бола алады. Бұл қабілет теңіз жұлдызын табиғаттағы ең төзімді тіршілік иелерінің қатарына жатқызады. Ғалымдар теңіз жұлдызын зерттеу арқылы орталық миы жоқ тіршілік иелерінің қалай әрекет ететінін түсінуге тырысуда. Бұл зерттеулер болашақта робототехника мен жасанды интеллект саласына да әсер етуі мүмкін. Қорытынды. Жәндіктер мен теңіз жануарлары таңғаларлық қасиеттерге ие. Олардың ерекше физиологиялық ерекшеліктері эволюцияның ғажайып бейімделулерінің бірі болып табылады. Жауын құртының 5 жұп жүрекке ұқсас құрылымы бар, ол қан айналымын реттеуге көмектеседі. Кальмардың 3 жүрегі мен көк түсті қаны оның терең теңіз жағдайында өмір сүруіне мүмкіндік береді. Құмырсқалар ешқашан ұйықтамайды, тек қысқа үзілістермен демалады, бұл олардың үздіксіз жұмыс істеуіне көмектеседі. Теңіз жұлдызының орталық миы жоқ, оның орнына жүйке түйіндері аяқтарында орналасқан, бұл оның қозғалысын үйлестіруге мүмкіндік береді. Табиғаттың осындай таңғажайып құбылыстарын зерттейді. Табиғатта тіршілік ететін жәндіктер мен теңіз жануарлары адамзат үшін әлі де көптеген құпияға толы. Табиғаттың әлі де шешілмеген көптеген құпиялары бар екенін мойындайды. Табиғаттың ғажайыптары ешқашан таусылмайды.